Бәріне сәлем керек арнасының көрермендері. Тісіңіз ешқашан ауырмау үшін не жеу керек? Дәл қазір сіз денені көкөністерде, жемістерде, жидектерде және жаңғақтарда болатын пайдалы заттармен қолдай аласыз. Ең алғашқы асқабақ, қантпен пісірілген асқабақ кесектері. Асқабақ күзгі көкөністер арасында чемпион. Тіпті көктемде де оны пісіруге болады, өйткені ол жақсы сақталады. Дәрігерлер асқабақтың емдік қасиеттерін дәріптеуге таласуда. Асқабақта талшықтар мен микроэлементтерінің көп мөлшерінің әсерінен ішектерді тазарту және темірдің көп болуына байланысты гемоглобиннің жоғарылауы және қан қысымының қалыпқа келуі, калийдің болуы қан тамырларының күшеюіне әкеледі. Асқабақтың тіске пайдасы өте зор. Құрамында мырыш, селен және фтор бар. Олар тіс эмалін қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар оның целлюлозасы эмальдің қараюымен, тістерді ағартумен күреседі. Сәбіз сонымен қатар дәрумендердің қоймасы болып табылады. Ғалымдар таңғаларлық қорытындыға келді. Қайнатылған және бұқтырылған сәбізде А дәрумені түзілетін элемент каротин мөлшері 11%-ға дейін артады. Бұл зат көру мөлдірлігін арттырады және көзді ультракүлгін сәулесінің зиянды әсерінен қорғайды. Цитрусты жемістер, апельсин, лимон, мандарин, әсіресе грейпфрут, қызыл екті нығайтуға арналған керемет тағам. С дәрумені иммунитетті жақсартып қана қоймай, қан айналымын арттырады. Бұл тістің денсаулығына жақсы әсер етеді. Цитрус жемістерінде С дәруменінен басқа кальций, магний, натрий, фосфор және темір, Б және Е топтарының дәрумендері бар. Бұл пайдалы заттардың нақты қоймасы. Олар басқа нәрселермен бірге күңгірт күз мезгілінде көңіл күйді көтеріп, тиімділікті арттыра алады. Жидектер, мүкжидек сияқты қалың бұталарда кездесетін жабайы жидектерді орман жануарлары бекерге ұнатпайды, және оларды адамдар ежелгі уақыттан бері құрметтейді. Мысалы, мырыш, марганец, фосфор, темір сияқты микроэлементті бір қатар дәрумендермен біріктіреді. А, С, Е, К және Пи тобының дәрумендері. Олар қабынуға қарсы гемостатикалық әсер етеді, сүйектердің нығаюына және өсуіне ықпал етеді. Оларға күш береді. Ал сіз тісіңізді сақтау үшін қандай жеміс жидектерді тұтынасыз? Төменде жаза кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.